Сонымен, құрметті жас дос, біз Батыс Сібір бірлестігіндегі саяси тарихты жалғастырайық. 1428 жылы Әбілқайыр хан Батыс Сібірге жорыққа шықты. Сөйтіп, 1428 жылы сізге мынандай сұрақ келеді. Батыс Сібірдің жері қай хандықтың қарамағына өтті деген. Сонда сіз былай деп жауап беруіңіз керек. Яғни, 1428 жылы Әбілқайыр хан Батыс Сібірге жорыққа шығып, Шайбани ұрпағы Мұхаммед Қожаны жеңіп шыққаннан кейін Батыс Сібір Әбілқайыр ханның қарамағына өтті. Ал 1468 жылы Әбілқайыр хан өлгеннен кейін Батыс Сібірдегі саяси билік Шайбанидың екінші бір ұрпағы Ибақ ханның қолына өтті. Ибақ хан Қазақ ханы Керей және Жәнібекпен қарым-қатынас орнатып, Әбілқайыр ханның мирасқоры Шайх Хайдарды өлтірді. Ибақ хан 1481-1484 жылы орыс мемлекетінің патшасы 3-ші Иванға елшілік жіберіп, сауда қарым-қатынасын орнатады. Бірақ, құрметті жас дос, сізге сирек болса да мына сұрақ келуі мүмкін. Батыс Сібір бірлестігінің саяси билігі 15-ші ғасырдың соңында кімнің қолында болды деген сұрақ келсе, Ибақ ханның қолында болды деп жауап беріңіз. Ал енді Батыс Сібір бірлестігінің соңғы ханы кім деген сұрақ келсе, Ибақ хан деп жауап беріңіз. Себебі Батыс Сібір бірлестігінің соңғы ханы Ибақты 1495 жылы тайбұғалықтар шабуыл жасап, Чемги-Тура қаласында Ибақ хан 1495 жылы қаза болады.